құрметті Ағдал ауылының тұрғындары және оқушылары, сіздерді біріншіден қазақтың ұлы да дана ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығымен құттықтаймыз. Екіншіден, берекелі, мерекелі, молшылықтың белгісі алтын күз мерекесімен құттықтаймыз. Абай Құнанбаев, күз, сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойына пиғ ашқан, тай жарысқан. Жақсы шөп, бәйшешек жоқ, бұрынғыдай. Жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малда сапсиды салып ел, шалбыран қатартыпты жыртық киім. Енесіне иіріп шуда жібін, жас қатында жыртылған жамай дейін. Кемпір шал, құжан қағып бала бірсең, көңілсіз қарасу қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпасу тимеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулап қайда көрсең. Зеу тозған, оты жоқ елдің маны, тұман болар, жел соқса шаң тозаны. От жақпаған үйінің сыры қашып, тыстан қорқан қазақтың құрсын заңы. Құрметті Ағдал ауылының тұрғындары және оқушылары, алтын күз мерекесі келіп жетті. Және қырманымыз астыққа толы болды. Нан көп болсын, ас мол болсын, әр үйге құт береке болсын, молшылық болсын. Даламыз астыққа толсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, Жылда астық мол болсын. ауырмаңыздар. Қош келдің алтын күз!